балаларга арналган фильм. Телетай, менің жан досым, қайдасың? Өзің қайдасың? Менің мына төрт бұрыш басымнан әбден күн өтті. Көшеде орындықта отырмын. Сарғайып, сені күтіп. Телетай, маған тез жет, шұғыл шаруа бар. О, құдайым-ай, өте қуаныштымын. 5 секундта жетем. Тура 3 секундта жеттім. 3 секундта жетем деп ұшырып түсірдің ғой. Өз сен қанша қылды болсаң да жол ережесін білмей кететін шығарсың. Жол ережесі адамдар үшін, ал мен роботпын. Қандай жаңалық бар, досым? О, біздің досымыз тұмар жоқ болып кетті. 2 күн болды, таба алмай қойдым. Қайда кетті екен? Темір досым, уайымдама, қазір табамыз. Қызық, мен оны ылғи тауып алатынмын. Ал бұл жолы ізі де жоқ. Әлде менің антивирусымды жаңарту керек пе? Көрдің бе, біздің досымызға бірдеңе болған сияқты. Телефонда жауап бермейді. Телетай, тұмарды жылдам іздеп табуымыз керек. Егер тұмар жамандыққа тап болса, мен өзімнің мына 4 бұрыш басымды ешқашан кешірмеймін. Жер ғаламшарына жеткен сияқтымыз. Сиқырлы глобус не дейді екен? Құдай берем десе молынан береді. Енді Алпанның көңілінен шығып, ең сүйікті қызметшісі болатын болдым. Әлемдегі ең қатыгез сиқыршы. Ұлы мәртебелі Алпанның оң қолы. Үздік қызметшісі инелік менмін. Әй, өзімде бір сымбатты жігітпін ғой. Инелік! Инелік дейді? Ол кім? Менмін ғой. Иә, ұлы мәртебелі сиқыршым. Бара жатырмын. Бабати? Менің бөгде ғаламшарлық досым, сені күтпеген едім. Сәлем, Темір. Мен сені іздеп келдім. Сенің досың тұмарда ең қатыгез сиқыршы Алпан қамап ұстап отыр. Не? Сиқыршы Алпан? Мен оның сазайын берем. Досыма тиісетін болса, аямаймын. Ол ғарыш кемесімен жерге жақындап келеді. Не үшін? Ол
жер ғаламшарындағы біраз қалаларды өз коллекциясына қосып алыпты. Енді Қазақстанға келеді. Біз Телетай екеміз астанамызды ешқандай залым сиқыршыға бермейміз. Я, біз оған. Рахмет саған, Бабати. Сен бөгде ғаламшарлықтардың ішіндегі ең жақсы доссың. Әлемдегі ең қатыгез сиқыршы. Алпаным, әміршім, не қалайсыз? Енелік, көрдің бе? Мен әлемнің барлық әдемі қалаларын мыңдаған есе кішірейтіп, бір ыдысқа сыйғызып жібердім. Әдемі емес пе? Енді бұлардың бәрі менің тұтқынам. Әлемдегі ең қатыгез сиқыршы әміршім. Алпаным, сіздің құдіретіңізде шек бар ба? Қанжығаңыз майланып, Қазақстанның да астанасын қосып алыңыз. Қазақстан? Иә, әлемдегі ең қатыгез сиқыршы әміршім. Картадан Қазақстан деген елді тауып алдым. Астанасы әдемі екен. Қане, көрсет. Міне, мынау хан шатыр, мынау жаңа саябақ, мынау бәйтерек. Маған бәйтерек керек. Және қасындағы әдемі ғимараттардың бәрін аламын. Аласыз әміршім. Мен Қазақстанның астанасынан бір қызды ұрлап әкеттім. Кішкентай қызды қамап қойдым. Енді барлығын сол қыздан сұрап біліп алатын боламыз. Сиқырлы жәшігімді бер. Осы ортоқпақтан көретін болдым. Тәрбие көрмеген ақымақ. Енелік, далашарды Қазақстанның астанасына бұр. Анау бос тұрған ыдысқа бәйтеректі қойып қоямын. Әлемдегі ең қатыгез сиқыршы әміршім. Айтқаныңыз болсын. Телетай, сен біздің отанымызды, әсем елордамызды қорғауға дайынсың ба? Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Жарайсың, досым. Сен барда мен ештеңеден қорықпаймын. Құпия бөлмеге бірге кірейік. Құпия бөлмеге кірмегелі қанша уақыт өтті. Салым сиқыршыларға қазақ батырларының қандай болатынын көрсетейік. Бұл қаланың адамдары әлсіз екен. Біздің келгенімізді көріп қашып кетті. Енді, қашпаған кіші. Сіз деген әлемдегі ең оңбаған сиқыршы емессіз бе, әміршім? Сиқыршы әміршім, бәйтерегіңіз әне тұр. Тек әміршім, бұл қалада қорғаушы бар. Содан сақ болуымыз керек. Ол кім? Ертемір, 2-ші сыныпта оқитын бала. Сен немене? Мені 2-ші сыныпта оқитын жердің құртындай баламен қорқытайын дедің бе? Ол ешқандай жаудан қорқпайтын қазақ батырын айналып шыға келеді деп естідім, әміршім. Нағыз қазақ батыры Ертемірдің досы болуға дайынсың ба?
6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Эй, жер искеп жата бергеніңді қашан қоясың? Тұр жылдам. О, әлемдегі ең қатыгез сиқыршым. Сіздің мына ұр тоқпағыңыз әбден төзімді тауысты. Мені көрсе ол тоқпақтай кетеді. Қалай шыдаймын? Әне, ойбай, қой дегішімді тентекке. Қабырғамды қайыстырып, саусақтарымды майыстыратын болды әбден. Осы ұрған сайын басым айналып қалады. Ойбай, басым ай. Алақай. Оң қолым оңғай, сол қолым солақай. Бәйтеректі миллион есе кішірейтейік. Балақай. Құдайым-ай, ұртоқмақтан жеген таяғым азбет. Келе жатыр. Менің көмекшім қорқақ болмау керек. Бергел. Жоқ, мен табанымды жалтыратам. Қазақ батыры келе жатыр. Әміршем, 5 қаруын асынып алған. Маған жан керек. Айбалтаның аспандауысы. Я, жанды жебенің түйреуі. Мә саған, залым сиқыршы. Ай! Май құйрығым-ай, жанымның шырқыраған-ай. Ей, ұр тоқпақтарым, мені қорғаңдар. Сиқырлы сандықтағы әскерім, мені қорғаңдар. Шоқпардың ғаламат күші. Манасы кімдер тағы? Басы не деген қатты? Мынаның қарулары өте мықты екен. Қазақтарда 5 қару деген болады әміршім. Олар ғасырлар бойы осы 5 қарудың арқасында жеңілмеген. Батырлары ер жүрек болады. Қорқу дегенді білмейді бұлар. Қорқақ неме? Менің батырларым. Қазақ батыры Ертемірді жандырып жібереді қазір. Бәйтерек менікі. Мен оны бәрібір мына сөреге қойып қоямын. Ой! Әміршім, жараңыз асқынып тұрау. Найзағайдың найзасы. Я! Жыламаңыз әміршім, нәзік жүрегіңізге ауыр тиеді ғой. Менің құдіретті әскерім
бір ғана қазақ батырын жеңе алмай жатыр. Не деген масқара, ұяттан өртеніп барамын. Өзіңіз шайқаспайсыз ба? Сенің не дегің келіп тұр, ақымақ инелік? Мені өліп қалсын дейсің бе? Маған да жан керек. Шықпаймын кемеден. Алдаспанның айласы. Кел қане, қорқақ темір. Мәссаған, таппасқан темір. Менің алдаспанымның күшін көр. Мәссаған, мен саған жерімнің бір тасын да бермеймін. Қазақ батыры, Ертемірді жеңіп көр. Даңқы жер жарған әскерім-ай. Ертемір деген батырға шамаларың жетпеді ме? Бізге дұрыстап дайындалып келу керек екен. Есікті аш, инелік. Қалай екен? Таяқ жеген қалай екен, а? Осындайды пайдаланып сендердің сазайларыңды тартқызбасам болмас. Жан аямай айқасып, жалғыз өзім талайын жайратқан шығармын. Бірақ ештеңе есімде жоқ, шаршап қалыппын. Я, Телетай, нағыз достар біз сияқты болу керек. Сен болмасаң, мен жеңе алмайтын едім. Бәйтерек. Бәйтерек. Тұмар ханшайым, мен қалағанымды алмай қоймайтын қарағасы сүңгідей албан батырмын. Көрдің бе мынау не? Бәйтерек. Қатты күлмей-ақ қойсаңыз қайтеді, әміршім. Сен сөйлеме, инелік. Біздің қолымызда бәйтерек бар. Сен мақтаған қазақ батырының қолынан түк те келмеді. Ертемір әлі осында ұшып келеді. Ол сен аямай. Ол мені құтқарып алады. Құтқарып? Сені енді менің тырнағымнан ешкімде құтқара алмайды. Мен сені де кішірейтіп, сандығыма салып аламын. Құдайым-ай, менің келбетті бет әлпетімді сақтай көр. Қайда барып қалсам екен? Әлде Ертемірге барып кешіре көр деп жалынсам бекен? Менде намыс жоқ қой, жалына салсам да болады. Не деп күбірлеп отырсың? Әлемдегі ең сиқыршы қатыгез әміршім. Қазақ батыры Ертемір біздің кемеге жақындап қалды. Не? Алақай, алақай. Оң қолым оңқай, сол қолым солақай. Қазақ батырын жеңетін. Арландарымды шақыр, балақай. Сәл сабыр сақтаңдар, бес батырым. Қазір кеменің ішіне түсеміз. Бәйтеректі сиқыршыдан алып кетеміз. Қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап олиды деген осы. Сен бұл арландарды үйретіп қойдың деп едің ғой. Инелік! Иә, әміршім, бірақ бұлар қазақтар ғой. Бұлар қазақтар емес, қасқырлар. Тарихта қазақтар, яғни түркі жұрты түгел қасқырдан тараған деген аңыз бар, әміршім. Бұлар қасқырларды көкжал, арлан деп әспеттейді.
Ей, бұл саған не? Тарих сабағы ма? Тез мына қазақ батырының сазайын беріңдер. Ұртоқпақ! Айдалада, ғарышта ет құсқа жем боламын деп кім ойлаған? Басым-ай, қашатында жер жоқ. Әлде секіріп кетсем екен? Мен сендердің қожайындарыңмын. Инелік! Тез мені құтқарып ал. Әйтпесе жұмыстан шығарып жіберемін. Инелік! Өз еркіммен арыз жазып кетемін, әміршем. Шақшадай басымның қарларының аузына таланған елестеткім де келмейді. Біз әлі жерге қайтып ораламыз. Бүгіннен бастап жұмысыңды екесе көбейтемін. Қусирақ! Онсыз да көрген қорлығым аз беді, әміршем. Терім сүйегім өлініп әрең жүрмін. Менің дәрігерге қаралуым керек. Сенің дәрігерің менмін, сатқын инелік. Сен ескертпегенде, біз кешігіп қалар едік. Рахмет, Бабати. Біз дос емеспіз бе? Ұланғайыр қазақтың даласын. Жаудың қолына бермейтінді білгенмін. Батырым. Егер қарғын ерліктерін жалғаған ертемір батыр мен болам. Ойда айбарым үстіне киген сауыт қолға сайма. Келесі жолы тұмарды да құтқарып аламыз. Әрине. Сабақтан қалып қалмайық. Сенің ең жақсы көретін сабағың дене шынықтыру шығар, е? Жоқ, математика. Бірақ есеп шығаруға келгенде менің компьютер басымнан артық емес шығарсың. Ал айтшы, 2-ге 2-ні қоссаң неше? 5 болады. Қалжыңдайын, досым. Біз сияқты балалар үшін барлық сабақ маңызды. Мына заманда сабақты жақсы оқымасаң, батыр бола алмайсың. Кеттік. Алты жасқа толған балаларға арналған фильм. Ертегі елінен сәлем жолаған, ел жұртын достарын жаудан қорғаған, ертөстегер тарғын ерліктерін жалғаған, ертемір батыр мен болам. Ойда айбарым үстіне киген сауыт қолға сайманы, епті айланы батырды жеңгіш жаудың көрес майданы. Міне балалар, оңтүстік Қазақстанның осындай терең тарихы бар. Керуен жолдары, ежелгі қалалар бәрі осыны айтып тұр. Бұл жаққа барсаң, тарихтың көзі тоқтамай сөйлейді. Қазғұрттың басында кеме, мөртебе, орда басы, Түркістан. Бұл өлкеде біздің ұлы дала батырларының ізі сайрап жатыр балалар. Сендер бұл жерді көздің қарашығындай сақтап қорғауларың керек. Темір, не ойланып отырсың? Кешіріңіз, ағай. Біздің еліміздегі жаулар туралы ойланып кеттім. Ойланғаның жақсы, бірақ саған әлі ерте. Қазір бейбіт заман ғой. Тыныш өмір сүріп жатырмыз. Өз уақыттарың келгенде сендер де үлкен ерлік жасайсыңдар. Елге қызмет ету үлкен ерлік. Етегіммен бұлт кешіп, етігіммен ел жаулап жүрген қиын шақтарда маған көмектеспей қорқақтық танытқандарың үшін сендерді тұмармен бірге торға қамап қойдым. Енді
осы жерде өмір сүресіңдер. О, әлемдегі ең қатыгез сиқыршы әміршім. Сорлы басып ақымақтық жасақ қойды екен деп. Маған қиянат жасай көрмеңіз. Мен қамалып отырғаннан қатты қорқамын, әміршім. Жайсыз түс көріп шошып оянам ба деп қорқам. Босатыңыз мені. Сендер не дейсіңдер, қорқақ батырлар? Өкпелесеңдер өкпелей беріңдер. Сендердің еркеліктеріңді көтеретін халде емеспін. Сендермен сөйлесемін деп айнадай басым айғыз болды. Өй, сендер сияқты ақымақтарды тәрбиелеймін деп шашымның бәрі түсіп қалды. Неменеге сөйлеп тұрмын, аузымды ауыртып. Бабати, досым менің, сені сағынып қалдым ғой. Өте қуаныштымын, ертемір. Бірақ мен тағы үлкен қауіп туралы ескерткелі келдім. Тағы да Алпан сиқыршы ма? Я, ол тағы да жер ғаламшарына зиян тигізетін қауіпті жоспар жасап жатқанға ұқсайды. Менің аса сезгіш мұртшаларым бәрін сезіп тұр. Соны айтайын деп ұшып келдім. Алпан сиқыршы мен оның қорқақ көмекшісі. Енді қай өлкеге барады екен, а? О, әміршім! Мен мұна жер ғаламшарының ұсқынсыз қызмен бірге қалдыра көрмеңіз. Бұл кішкентай қыз менің көзімді шұқып алса қайтемін. Көрдің бе, енелік? Мені қамап қойып едің, енді міне тордың ішінде өзіңде отырсың. Біздің елімізде біреуге ор қазба, өзің тесің деген мақал бар. Сендер неге үндемейсіңдер? Әне, бұларға бірден айтсаң өзің дұрып шығады. Ойлан, енелік, ойлан. Ақымақ базға ғаламат идея келуі тиіс. Оңтүстік Қазақстан, әміршім. Ол не тағы? Қазақстанның оңтүстігі, әміршім. Ол жақта Шымкенттегі шырайлы қала бар. Сіздің коллекцияңызда әдемілігімен көз тартып тұратын ғимараттар ол жақта өте көп. Осы сөздерің өтірік болса, ешкім мекендемейтін ғаламшарға жалғыз өзіңді апарып тастаймын. Аллахи биллахи, әміршім, сұлу мұртым мен ант етейін. Шымкент әдемі қала, сол жердің барлық әдемілігін миллион есе кішірейтіп сіздің сөреңізге қойып қойсақ тақиямызға тар келеме? Көрсет. Мені тордан босатсаңыз көрсететін едім, әміршім. Сұлу мұртым мен салиқалы миыма біткен ақылым. Осындайда көмектесетін мақтанышпен айтайын. Ал сендер, құртоқпақтар, осы жерде құрейсіңдер. Міне, мынау Қазығұрт таудың басында әдемі кеме тұр, отырар қаласы. Ежелгі тарихи тәуелсіздік саябағы қаланың дәл ортасында. Әр ескерткіш тақталарда Қазақстанның тарихы ойып жазылған. Қараңызшы қандай әдемі, әміршім. Тәуелсіздік саябағы? Маған ұнап тұр. Менің коллекцияма қосып қоятындай әдемі екен. Мен сені бір жолға кешірдім, инелік. Кемені Шымкентке қарай бұр. О, көрер жарығым бар екен. Жүре берсең, көре бересің деген. Шымкенттің саябағын ұрлайын деп кім ойлаған? Ғаламат идея ойлап тапқанға рахмет, ақылды басым. Алақай, алақай, оң қолым оңқай, сол қолым солақай. Тістеугім бергел, батырым менің балақай. Ой, ұшақтың емес тікұшақтың суретін таңдасам бұлай құламайтын едім. Көздерім қарауытып қалды ау. Шымкенттің тәуелсіздік саябағы өте әдемі екен.
Біз бұл саябақты Алпан сиқыршыға бермеуіміз керек. Телетай. Әрине. Оңға келгенін оңға, солға келгенін солға тырапай асырып, жылатып жіберемін. Енді Алпан сиқыршының келгенін күту керек. Мынау бүкірейген қорқақтың сазайын өзім беремін. Ал, дайынсың ба досым Телетай? Қазақ батырларының әлемдегі ең мықты батырлар екенін көрсетейік. Залым сиқыршыға. 5 қаруым, дайын ба? Алақай, оң қолым оңқай, сол қолым солақай. Тістеуігім бергел, батырым менің балақай. Неткен әдемі. Сәл сабыр сақтаңдар. 5 қаруым, 5 батырым. Сен тағы келдің бе, қазақ батыры Ертемір? Бірақ бұл жолы менің батырларыма қарсы ештеңе де істей алмайсың. Шымкент қаласының тәуелсіздік саябағы менікі болады. Шоқпардың ғаламат соққысы. Мынау тістеуік темірдің сазайын берейік. Жанды жебенің даусы. Басым ауырса аяғым, аяғым ауырса басым ауыратын қандай заман болып кетті өзі. Ойбай, жанымның шырқырағандай. Мына ұсқынсыз бәле қайдан пайда болды? Мен ұсқынсыз емеспін. Мен Телетаймын, қазақтың батырының жан досымын. Бұл жолы не істей алар екенсің, Әміржан бақайыма қадалып тұрған жебені алып тастасаңыз қайтеді. Маған жан ашитын ешкім жоқ. Егер сен адамдарға жамандық жасамай, жақсы болсаң, саған бәрінің жаны ашиды. Егер жаман болсаң, үнемі осылай таяқ жеп жүресің. Жақсы болғым келеді, бірақ үнемі бұзықтық жасап қоя берем. Қайтемін де. Не деп ойбайлап жатырсың, ақымақ инелік? Найзағайдың найзасы. Ай, әттеген ай. Тақта жеңіліп қаламын ба? Қой, жаным барда зымырайын. Эй, қазақ батыры, сен мені танымайсың ба? Онда таныстырайын. Мен әмірші Алпанмын. Сиқыршылығым 77 ғаламшарға айқын танымал адаммын. Жібер мені. Менің Қазақстанымның әсем жерлеріне тиіскеніңді неге қоймайсың? Жарайды. Шымкентіңе тиіспей-ақ қояйын, тек жібере көр.